9 сынып 493 БЖБ экологиялық даму. Суреттерге мұқият қарастырыңыз, кестені толтырыңыз. Бұл суретте эр атауы палеозой болады. Палеозой дәуірі. Үсімдіктер эволюцияның ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл жерде жоғары споралы дамиды. Қырықбуын, папоротник және олардың ұрпақтары, тұқымдар, ашық тұқымдар алып, папоротниктер көмір шөгінділерін құрайды. Жануар эволюциясының ерекшеліктері: өрмекші тәрізділер, жәндік және омыртқалылар пайда болады. Балықтар үстемдік ете бастаған қосмекенділер мен бауырмен жорғалаушылардың дамыған кезеңі. Екінші тапсырма: Чарльз Дарвиннің басты еңбегі, ол эволюцияның негізгі қозғаушы күштерін анықтады. Оларды жаз дейді. Яғни ол жерде табиғи сұрыптау, тіршілік үшін күрес және тұқым қуалайтын өзгергіштік болып табылады. Екінші тапсырманың босына келетін болсақ, ол жерде суретке мұқият қарап, қандай күш пен оның түрін анықта дейді. Бұл жерде тіршілік үшін күрес, екі торғайдың арасындағы тіршілік үшін күрес. Келесі тапсырма: сурет бойынша бейімделу түрін анықтау. Біріншісі бізде бүркеніш рен, қоршаған орта түсіндей болу. Екінші, қорғаныш рені, ескерту бояуы, улы жәндік астында. Келесі демонстрация: қарсыласын үркіту немесе абдырату тәсілі. Келесі төртінші, мимикрия, еліктеуіш ұқсастық болып келеді. Келесі төртінші тапсырма: дұрыс тұжырымдарды белгілеңіз. Ол жерде бірінші түрдің ең көнесі морфологиялық критерийі болып келеді. Одан кейін төртінші және бесіншісі дұрыс. Яғни бұл жерде 3 жауап белгіленеді.